Жеңге табалдырықтан аттап кірген күннен бастап, Қайын оның көзін ұмытпады. Сол көзде бір жылылық бар еді. Тыныш, терең, бірақ түсініксіз бір қауіптілік сезілетін. Үй іші күнделікті тіршілікпен жүріп жатты. Ас бөлмеде, аулада, қора жақта олар жиі қатар қалатын. Ешқашан артық сөз айтпайтын. Бірақ екеуінің арасындағы үнсіздік тым ауыр еді. Сол үнсіздік өз алдына бір әңгіме сияқты. Бір күні жаңбыр құйып кетті. Қора жақта екеуі тұрып қалды. Жеңгенің шашынан су тамшылап, ұйығына сырғып жатты. Қайын алғаш рет көзін ала алмады. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Тек жаңбырдың дыбысы. Жеңге сүрініп кете жаздағанда, Қайын қолынан ұстап үлгерді. Бір сәтке алақандары түйісті. Екеуі де тез қолын тартып алды. Бірақ жүрек сол сәтті ұзақ жібермеді. Кешкі шай. Үй іші тыныш. Жеңге шай қиып отыр. Қайын оның қолына қарап отыр. Неге екенін өзі де түсінбейді. Тек қарағысы келеді. Сол түні екеуі де ұйықтай алмады. Қайнысы неде болса, тәуекел жасап жеңгесінің бөлмесіне жақындап барды. Есік сәл ашық екен, жеңгесі тыр жалаңаш шешініп жатқанын көздері алғаш әйел кәнін көрді. Қайынның есі шықты. Сайманы қақыған енді шыдай алмады, есікті ашып қалды. Жеңгесі сасып, не істерін білмей қалды. Бұндайды күтпесе керекті. Төсектегі жамылғыны үстіне жабуға тырысып еді. Қайнысы жақындап келіп, жеңгесіне тарпа бас салды. Үлкен қос төсекке құлай кетті екеуі. Бір қорқыныш, бір үрей, бір ләззат сезінген. Жеңгесі енді мән бере бастады дәу. Сайманның сонша үлкен екендігі сезілді. Қайнысы әрекетке көшті. Тонпыған емшекті кезек-кезек аймалап бастады. Ләззаттан жеңгесі ыңыранып кетті. Тесік суланған тек тықса болды. Қайнысы асығар емес, жеңгесінің қолын төмен қарай түсіріп, дәу мүшесін ұстатты. Жеңгесі уқалап, көзін жұмып, күнтимесіне қарай дәлдеді. Қайнысы аясынба қатып тұрған дәу мүшені түбіне дейін тығып, ләззатқа батырды. Бір-бірінің көз қарасы ойынан кетпеді. Келесі күндері екеуі бір-бірінен қашқақтай бастады. Бірақ қанша қашса да, бір үйдің ішінде жолдары қайта түйісіп қала береді. Әр кездесу жүректі тағы бір рет шымырлататын. Екеуі де түсінді. Бұл дұрыс емес сезім. Сол үшін ешқашан айтпауға, ешқашан жақындамауға іштей келісім жасағандай болды. Ауыл адамдары, қандай тату Қайын мен жеңге, деп тамсанатын. Ал олардың іштерінде қандай дауыл тұрғанын ешкім білмеді. Кейде көздері түйісіп кетеді. Сол сәтте екеуі де тез бұрылып кетеді. Себебі сол бір қарау бәрін айтып қоятындай. Олар ешқашан шекарадан аспады. Бірақ сол шекараның жанында күнде жүрді. Кейбір махаббаттар айтылмайды. Айтылса, бәрі күйрейді. Айтылмаса, жүректе өмір бойы қалады. Олар да солай өмір сүрді. Бір үйде, бір сезіммен, бір үнсіздікпен. Дзюдо жүректі тағы бір рет шымырлататын. Екеуі де түсінді. Бұл дұрыс емес сезім. Сол үшін ешқашан айтпауға, ешқашан жақындамауға іштей келісім жасағандай болды. Ауыл адамдары, қандай тату Қайын мен жеңге, деп тамсанатын. Ал олардың іштерінде қандай дауыл тұрғанын ешкім білмеді. Кейде көздері түйісіп кетеді. Сол сәтте екеуі де тез бұрылып кетеді. Себебі сол бір қарау бәрін айтып қоятындай. Күндер өте берді. Бірақ уақыт олардың арасындағы сезімді азайтпады. Керісінше үнсіздікті қоюлата түсті. Жеңге бұрынғыдай ашық күле бермейтін болды. Қайын да бұрынғыдай әзіл айта алмай қалды. Екеуі де бір нәрседен қашып жүргендей. Бір кеште үйдегілердің бәрі қонаққа кетті. Үйде тек екеуі ғана қалды. Үй іші тым-тыныш. Жеңге ас бөлмеде ыдыс жуып тұрды. Су сылдыры ғана естіледі. Қайын есік жақта тұрып қалды. Кіргісі келеді, бірақ батпайды. Сол сәтте жеңге артына бұрылды. Көздері түйісті. Ұзақ. Тым ұзақ. Ешқандай сөз жоқ. Бірақ екеуі де бәрін түсініп тұр. Жеңге бірінші болып көзін тайдырды. «Шай ішесің бе?» деді жай ғана. Қайын басын изеді.
Екеуі үстел басында үнсіз отырды. Шайдың буы көтеріліп, ауаға тарап жатыр. Бірақ сол бу екеуінің арасындағы ауырлықты жеңілдете алмады. Қайын орнынан тұрды. «Мен шыға тұрайын», деді. Дауысы дірілдеп кетті. Сыртқа шыққанда түнгі ауа бетіне соғылды. Терең дем алды. Бірақ кеудедегі қысым басылмады. Іште жеңге жалғыз қалды. Ол да орнынан тұрып терезе жаққа келді. Сыртта қараңғы. Бірақ қайынның көлеңкесі көрініп тұр. Екеуін тек бір әйнек бөліп тұр. Бір қадам ғана. Бірақ сол қадам екеуі үшін ең ауыр қадам еді. Сол түні екеуі де таңға дейін ұйықтамады. Сол түннен кейін екеуі бұрынғыдан да сақ бола бастады. Себебі олар бір нәрсені анық түсінді. Бұл сезім өшпейді. Тек іште тереңдей береді. Енді тоқтамаса, бәрі әшкере боларын екеуі де білді. Жүректе мәңгі қалады.